Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін өте дәмді, шырынды әрі нәзік болып шығатын сиыр етінен котлеті жасаймыз. Міндетті түрде менімен бірге дайындап, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Ең алдымен, егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Нан тілімдеріне сүт немесе су қойып, 10-15 минут уақытқа жібітіп қалдырып қоямыз. Судың орнына сүт қоссаңыздар, сонда котлеттеріңіз нәзік болып шығады. Жібіген нанды қолымызбен жақсылап езіп, фаршқа сүтпен бірге қосамыз, сол кезде котлеттеріміз шырынды болады. Пиязды майдалап тураймыз, немесе теркадан өткізіп, болмаса еттартқыштан өткізсеңіздер де болады. Ең кішкене бөліктерге бөліп, блендерден майдалап езіп алдым. Пиязымызды фаршқа қосамыз. Сарымсақты қысқыштан өткізіп қосамыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамыз, сондай-ақ қалаған кез келген дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Барлық ингредиенттерімізді жақсылап араластырамыз. Фаршымызды видеода көрсетілгендей қайта-қайта жақсылап ыдысқа лақтырып ұрып аламыз. Сол кезде котлетіміз шашылып кетпей, жақсылап біркелкі болып қуырылады. Фаршты кішкене бөліктерге бөліп, қолымызбен формасын келтіріп аламыз. Егер де қолыңызды сулап алсаңыз, сол кезде фарш қолыңызға жабыспайды. Котлеттерімізді ұнға немесе панировочный сухариға малып аламыз. Котлеттерімізді қызған майға салып, орташа отта қуырып аламыз. Астыңғы жағы қызарып қуырылған соң, екінші бетін аударамыз. Екінші беті де сәл қуырылған соң, табанын қақпағанды жауып, баяу отта дайын болғанша бұқтырамыз. Осымен котлеттеріміз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Қалаған кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.